Тұлға болу үшін адамға 4 нәрсе керек. Біздің бабаларымызға сүйенетін болсақ, біздің бабаларымыздың кітаптарына сүйенетін болсақ, оның ішінде Абайға сүйенетін болсақ, 4 нәрсе керек. Ең бірінші ақыл керек, ақылды түзеу керек, екінші жүрек, үшінші рух, төртінші нәпсі. Егер осы 4 нәрсені егер сіз қалыптастыратын болсаңыз, түзейтін болсаңыз, онда сіз онда тұлғалық тұғырға, тұлғалық биікке шықтыңыз деген сөз. Әуел баста осыны түзеу үшін енді не істеу керек деген нұқта әуелі ақылды түзеу керек. Ақыл түзеу үшін не істеу керек? Ақыл түзеу үшін әуелі ненің жалған, ненің өтірік, ненің ақиқат, ненің шын екенін ажырата білуіңіз керек. Сондықтан Хакім Абай айтады, ақылды сенбеңіз, бір іске келсеңіз дейді. Ендеше алдымен ақылды түзеп, кез келген нәрсеге қараған уақытта ақиқатын білу үшін оны ақылға сүйенуіңіз керек. Бірақ осы ақылдың өзін әуелі дұрыстап, жөндеп, сараптап, оны өзінің тұғырына отырғызуыңыз қажет.